Ассалаумалейкум, Рахат ауылының тұрғындары. Міне мен бөлектің төмен жағымен кетіп бара жатырмын. Қазір бактан бұрылдым. Міне полияның екі ортасында мынандай асфальт жол, керемет жол. Түп-түзу, әп-әдемі жол салынған екен. Енді бұрыннан бар, ол совет өкімет кезінен салынған жол ғой. Мынаны просто өкімет қазір енді аудан бөліп, ақша бөліп, мына жолды жаңғыртып, жаңалап қойған. Разделительной полосасымен, как положено. Мен ойлап келе жатырмын, осы біздің Рахат ауылының төмен жағында бізде де бакка түсетін прямой жол бар. Осы Жеңіс көшесінің төмен жағында кішкене бұрылып, біраз жүргеннен кейін төмен жаққа қарай бұрылып кетесіздер. Қысқа жол. Ол сразу бакка қарай бірақ шығады, өзі бір ұзындығы бір 2 километр ма, сондай ғана болады, өзі көп емес. Сол жолды бізге де осы аудан әкімшілігі көзқарасын біз жаққа қарай бұрып, дұрыстап деген сияқты. Сол жолды бізге асфальттап берсе, нұр үстіне нұр жауар еді. Шаруа қожалықтарына да жеңіл болар еді. Одан кейін мына трассаға да кәдімгідей керемет разгрузка болар еді. Төмен жақтан кірем дегендер баг арқылы ауылдың төмен жағына кіріп кетер еді. Жеңіл болар еді. Шаруа қожалықтарына да керемет бір үлкен бір сол бір демеу болар еді, көмек болар еді. Неге десеңіздер, біз сол жолмен шөп тасимыз, жем тасимыз, төмен қарай барамыз. Сол жолды бір қолға алса жақсы болар еді. Неге мына бөлектің әкімшілігі мынаны жасады, а неге біздің Рахат әкімшілігі соны жасай алмайды? Соны кішкене бетін бері қарай болса жасайды ғой. Аудан әкіміне кірсе, айтса, көрсетсе, соның экономикалық тиімділігін санап берсе, қазір барлығы цифрмен сөйлейтін заман болды ғой. Мен ойлаймын, ол деген өте экономикаға өзінің бір әсерін ететіндей жол болар еді. Қалай ойлайсыздар ағайын?